Қайырлы күн. Жаяу Мұса атындағы Ақсу жоғары көпсалалы колледжі. Мамандық кітапхана ісі, пән, кітапханалық қорларды және каталогтарды ұйымдастыру. Оқытушы Султанова Гүлмира Маратовна. Сабақтың тақырыбы: авторлық белгі, оның маңызы. Сабақтың мақсаты: авторлық белгіні меңгеру, авторлық белгінің ережесімен танысу, авторлық белгісін анықтау және кітапханалық жұмыста пайдалануы. Авторлық белгі алфавиттік тәртіппен құжаттарды орналастыруға пайдаланатын автордың фамилиясы немесе құжат тақырыбының бірінші сөзінің шарты белгілері. Кітапхана қоры үшін орыс тілінде құрастырған Любовь Борисовна Хавкинаның таблица арқылы авторлық белгісі анықталады. Авторлық белгілер екі таңбалы. Авторлық белгілер Хавкинаның орыс тілінде 1992 жылы басылып шыққан. Авторлық таблицасы бойынша құрастырылып, қазақ тілінде үшінші рет басылып отыр. Бұл құралды Қазақстан Республикасының кітапханалары қазақ тіліндегі әдебиеттерді орналастыру үшін пайдалана алады. Авторлық белгілер қазақ алфавитіндегі әріптердің орналастыру тәртібі бойынша жасалған. Авторлық белгі ережесі бойынша кітаптар авторлар немесе тақырып алфавит бойынша қойылады. Авторлық белгілерді анықтау ережелері және оны қолдану әдістері. Кітапханаларда кітап қорын жүйелік алфавиттік тәртіппен орналастыру әдістері кең таралған. Бұл әдіс бойынша кітаптар кітап сөрелеріне, мазмұнына қарай білім салаларына жіктеліп, сол белгілер ішінде автор фамилиясын, авторы жоқ болса, кітап тақырыбын алфавиттік ретімен қойылады. Кітаптардың алфавиттік ретін қатаң сақтау және кітаптарды орналастыру үшін авторлық белгілерді қолданылады. Авторлық белгі кітап шифрының құрамына енеді. Мысалы, 63Б31. Авторлық белгілерді анықтау. Таблицадағы цифрлар саны алынған әріп тіркестері мен буындардың бірінші, екінші, үшінші әріптерінің алфавиттік ретіне қарай өсіп отырады. Мысалы, А11, АБ12, А13. Авторлы бойынша мысалы, Абдрахманов, алғашқы буын АБД, авторлық белгісі А14 болады. Ахметов, буын Ахым, А94. Авторлық белгілердің жазылуы. Авторлық белгілерде әріп тек цифр аралары бөлінбей біркелкі қатар жазылады. А11, Б23, Н35. Мысалы, З, О, Ч әріптер үшін олар 3, 0, 4 сандармен ұқсас болғандықтан олардың арасына сызықша дефис қойып жазу керек. Мысалы, О сызықша 77, Ч сызықша 55, З сызықша 39. Ё, И, Х әріптері таблицада осы әріптер бас әріп ретінде жеке бағамен бөлініп берілмеген, оларды Е, И, Х әріптерімен теңестірілген. Кітап сөйлерінде осы тәртіп сақталады. Мысалы, Иод, Ио, И72. Таблицаға енбеген буындар. Егер таблицада фамилиясын не тақырып басының алғашқы буын нақты көрсетілмеген болса, онда авторлық белгі оның алдындағы буын бойынша белгіленеді. Мысалы, Уайдин, Уа, У12. Жеке адамдарға берілетін арнаулы авторлық белгілер аса көрнекті қазақ жазушыларына берілген. Мысалы, Абай, А13. Қос фамилиядар. Құрамдас екі фамилиялы авторлық белгісі бірінші фамилиясын алғашқы буыны бойынша беріледі. Кітапта 4-тен астам авторлар болса, онда кітап тақырыбы бойынша беріледі. Мысалы, Салтыков-Щедрин, буын Сал, С18 деп авторлық белгі беріледі. Қосымшылар авторлар. Егер кітапты 2 не 3 автор қосылып жазса, онда бірінші
көрсетілген фамилияға авторлық белгі беріледі. Мысалы, Ахметов, Шаманов, онда авторлық белгі Ахметовқа береді. Ахым, буын, А94 авторлық белгі болады. Бір фамилияның түрлі транскрипциямен жазылуы, онда автордың дұрыс фамилиясын анықтап алу қажет. Мысалы, Ғашық, Хашық деп жазылады. Біз білеміз, Ғашық, Г21 болып авторлық белгі болады. Бүркіншек аттар, псевдонимдер, мысалы, Марк Твен, онда біз Твенге авторлық белгі береміз. Демьян Бедный, Бедный деген фамилиясы ретінде болады. Авторы көрсетілмеген кітаптар тақырып бойынша сипатталады. Мысалы, Алаш, Мирас, А39 авторлық белгісін алады. Жинақтар мен альманахтар жалпы тақырыбына беріледі. Мысалы, Қазақ пьесасы Қ17 болып белгіленеді. Тақырыбы цифрадан басталған кітаптар авторлық белгі цифрдың бірінші саны бойынша беріледі. Мысалы, 1916 жылы Б94 болады. Қысқарған сөздер. Қысқарған сөздер күйінде алынады. Мысалы, АТБ, А90, ТМД, Т48 авторлық белгі беріледі. Библиографиялық, өмірбаяндық шығармалар кітапты жазған авторды фамилиясы бойынша беріледі. Мысалы, Какишев, Сәкен Сейфуллин туралы жазса, онда Какишевқа авторлық белгі беріледі. Қ24 болады. Бүгінгі тақырыпты бекіту үшін біз сіздермен авторлық белгімен жұмыс атқарамыз. Енді мен сіздерге бірнеше сұрақтар қойым келеді. Қандай ережелерін білесіздер? Қай жылы авторлық белгі қазақ тіліне аударылды? Қандай әріптер арасында сызықша қойылады? Енді ұсынылған нұсқаулар негізінде авторлардың тектері мен кітап атауларына авторлық белгіні анықтау сіздерге қажет. Қорытынды авторлық белгі ережесі бойынша кітаптар авторлар немесе тақырыптың алфавиті бойынша беріледі. Кітапхана қоры үшін орыс тілінде құрастырған Хавкинаның таблицасы арқылы авторлық белгісі анықталады. Авторлық белгі кітап шифрының құрамына енгізіледі. Үй тапсырмасы. Берілген дәріс бойынша конспект жазу, авторлық белгілер ережелерін жаттау, берілген сөздерге авторлық белгіні пайдаланып, авторлық белгіні белгілеу. Сәттілік сіздерге тілеймін. Келесі кездескенше.